Dәстүрімізді сақтап, аға мен бауырымның жатқан жері жайлар, топырағы торқа болсын деп, елдің батасын алып, жасап жатқан нәзір талдап қабыл етсін. Үлкен сауапсыз іс жасап жатсын аның екеуі. Әрқашанда осылар сол кісілердің аруақтарын қорғап болса, кейінгі өзінен тараған ұрпағына, қыздардың ұрпақтарына сүйегі демекші болып жата берсін деймін. Жеңіс аға туралы жаңа Кәрбайға өте күшті деректерді айтты. Мынау біз советтік дәуірде қалыптасқан, советтік дәуірде тәрбиеленіп өскен бүгін кейінгі заманның ағымына көп кейінгі заманның ағымына ере білмей көп қиналдық солардың өзі Жеңіс аға болады. Барлық анық саналы өмірін жастық шағын ауылда мектепке балалар тәрбиелеуге арнаған адамды 91 жылдың тоқырау кезі Есенбекке тастап десек те болады. Сол балаларым үшін деп Алматының төбіне, есіктің төбелері деген онда да еңбектен қалмай сендердің қалыптасып осыған жеткендеріне тәтім екенін көрген білесіздер. Сол еңбектердің жемісі міне өздері көздерінде отырсыңдар. Амандық болсын, денсаулық болсын, бүгінгі нәзір туған тілектеріңді Аллам қабыл етсін.